Қолқа латын тілінде аорта деп аталады. Сол жақ қаншаудан бастау алатын ірі артериялық тармақ. Қолқаның өзі төртінші бел омыртқасының деңгейінде қолқаның бифуркациясы, яғни бифуркация аортамен аяқталады. Қолқаның өзі орналасуына байланысты 3 бөлімнен тұрады. Сол жақ қарыншадан бастау алатын өрлемелі қолқа, яғни аорта асценденс. Ол ары қарай қолқаның доғасына жалғасады, яғни аркус аорта. Және ең соңғысы бізде төмендеген аорта, яғни төмендемелі қолқа аорта десценденс деп аталады. Аорта десценденс бізде осы төртінші кеуде омыртқасынан басталып, төртінші бел омыртқа деңгейінде осы аорта бифуркациясына дейін жалғасады. Төмендемелі қолқаның өзі, яғни аорта десценденс 2 бөлімнен тұрады. Біріншісі кеуделік аорта, яғни аорта торацика. Екіншісі құрсақтық аорта, яғни аорта абдоминалистен тұратын болып табылады. Қолқаның өрлемелі бөлігі, яғни аорта асценденс. Аорта асценденс бізде сол жақ қарыншаның деңгейіне басталып, екінші қабырғаның төс сүйегіне бекінетін жерінде, яғни иық бас сабауына дейінгі аралықты алып жатады. Бұл бізде өрлемелі қолқа, яғни аорта асценденс. Өрлемелі қолқаның бастапқы жері бізде бульбус аорта, яғни қолқаның пиязшығы деп аталады. Бұл қолқаның пиязшығынан бізде оң жақ және сол жақ тәждік артериялар шығатын болып табылады. Яғни өрлемелі қолқаның негізгі қызметі жүректі қанмен қамтамасыз ету. Қолқа доғасы аркус аорта деп аталады. Қолқа доғасынан басты, мойынды және қолды қанмен қамтамасыз ететін ірі артерияның тармақтары шығатын болып табылады. Қолқа доғасынан иық бас сабауы, трунгус брахиоцефаликус, сол жақ жалпы ұйқы артериясы, артерия каротис коммунис синистра және сол жақ бұғана асты артериясы, артерия субклявия синистра шығатын болып табылады. Иық бас сабауының өзі бізде 2 тармақ береді. Ол оң жақ бұғана асты артериясы, артерия субклявия декстра және оң жақ жалпы ұйқы артериясы, артерия каротис коммунис декстра шығатын болып табылады. Жалпы ұйқы артериясы. Жалпы ұйқы артериясы, артерия каротис коммунис деп аталады. Сол жақта жалпы ұйқы артериясы тікелей қолқа доғасынан бастау алатын болса, оң жақта ол иық бас сабауынан өзінің бастамасын алатын болып табылады. Жалпы ұйқы артериясы бізде үшінші омыртқаның деңгейінде немесе тіл асты сүйегінің деңгейінде осы ұйқы үшбұрышында 2-ге бөлінеді. Яғни жалпы ұйқы артериясы артерия каротис коммунис бізде ішкі ұйқы артериясы артерия каротис интерна және сыртқы ұйқы артериясы артерия каротис экстернаға бөлінетін болып табылады. Жалпы ұйқы артериясы артерия каротис коммунис. Жалпы ұйқы артериясы сыртқы және ішкі ұйқы артериясы айналғаннан кейін өзінің қандандыратын аймағында бірнеше тармақтар береді. Сыртқы ұйқы артериясының тармақтарының орналасуына байланысты біз оларды 4 топқа жіктейміз. Біріншісі алдыңғы топ тармақ, медиалды топ тармақ, артқы топ тармақ және соңғы топ тармақ. Ішкі ұйқы артериясы бізде көз артериясын және мидың артерияларын беретін болып табылады. Біріншісі сыртқы ұйқы артериясының тармақтары. Артерия каротис экстерна жаңағы айтқандай 4 тармақ береді. Алдыңғы тармағынан бізде қалқаншаның жоғарғы артериясы артерия тироидея супериор, тіл артериясы артерия лингуалис және бет артериясы артерия фациалис шығатын болып табылады. Ал медиалды тармағынан жұтқыншақтың өрлеме артериясы, яғни артерия фарингея асценденс шығатын болып табылады. Артқы тармағынан шүйденің артериясы артерия акципиталис және артқы құлақтың артериясы артерия аурикулярис постериор шығатын болып табылады. Соңғы тармағынан самайдың беткей артериясы артерия темпоралис суперficialis және жоғарғы жақ сүйектің артериясы артерия максиллярис шығатын болып табылады. Бірінші қарастыратынымыз сыртқы ұйқы артериясының алдыңғы тармағы. Жаңағы айтқандай бізде оның 3 тармағы бар. Оның әрбір тармағы қандандыратын аймағына байланысты тағы да бірнеше тармақтар беретін болып табылады. Біріншісі қалқаншаның жоғарғы артериясы артерия тироидея супериор. Ең бірінші беретін тармағы тіл асты сүйектің тармағы артерия инфрахиедеус деп аталады. Артерия инфрахиедеус бізде тіл асты сүйегінің денесінде жатады және осы сүйекті және осы сүйекке бекінетін бұлшықеттерді қанмен қамтамасыз етеді және осы қарама-қарсы жақтың артериясы, яғни супрахиедеус деген тармақпен анастомоз жасайтын болып табылады. Келесі тармақ бізде
төс бұғана емізік тармағы. Төс бұғана емізік тармағы бізде мына жерде орналасқан. Жалпы бізде сыртқы ұйқы артериясының өзін бетінен төс бұғана емізік бұлшығы, яғни мускулюс стernocleidomastoideus жауып жататын болғандықтан, осы қалқанша жоғарғы артериясының бір тармағы осы бұлшықетті қанмен қамтамасыз етуге қатысатын болып табылады. Келесі тармағы көмейдің жоғарғы артериясы, артерия ларингеус superior деп аталады. Көмейдің жоғарғы артериясы көмейге бара отырып, көмейдің бұлшықеттерін, шырышты қабатын және осы көмей қақпақшығын, яғни эпиглотусты және тіл асты сүйегін қанмен қамтамасыз ететін болып табылады. Келесі тармағы жүзік қалқанша тармағы рамус крикотиреоидеус. Рамус крикотиреоидеус бізде аттас бұлшықетті қанмен қамтамасыз ете отырып, қарама-қарсы жақтың қан тамырымен қосылып, доға тәрізді анастомоз жасайтын болып табылады. Келесі қалқанша бездің алдыңғы, артқы және латералды тармақтары. Бұл тармақтары осы қалқанша безін алдынан, артынан және латералды бағытта жаба отырып, қалқанша безін толығымен қанмен қамтамасыз ететін болып табылады. Келесі бізде тіл артериясы. Тіл артериясында бізде 4 тармақ бар. Ең бірінші тармағы тілдің терең артериясы. Артерия profunda lingua. Бұл бізде басқа тармақтарына қарағандағы ең мықты тармақтарының қатарына жататын болып табылады. Бұл бізде осы тілдің меншікті бұлшықеттерін және тілдің шырышты қабатын қанмен қамтамасыз ететін болып табылады. Келесі бізде тіл асты сүйек үсті тармағы, яғни рамус suprahiatus. Рамус suprahiatus бізде бағана айтқандай инфрахиаtus пен анастомоз жасай отырып, осы тіл асты сүйегін және оған бекінетін жұмсақ тіндерді қанмен қамтамасыз етеді. Келесі тіл асты артериясы, артерия sublingualis. Бұл бізде тілдің астында жата отырып, осы тіл астындағы сілекей бездерін және тілдің шырышты қабатын қанмен қамтамасыз ететін болып табылады. Келесі бізде тілдің дорзалды тармағы, артерия dorsalis lingua. Артерия dorsalis lingua бізде тілдің аймағында орналаса отырып, тілдің шырышты қабатын және осы жерде орналасқан бадамша безге тармағын беретін болып табылады. Келесі бізде соңғы тармағы артерия facialis. Артерия facialis'in беретін бірінші тармағы бізде еріннің төменгі және жоғарғы артериясы. Артерия labialis superior et inferiorды құрайды. Бірінші бұл тамырлар осы аталған аймақта, яғни жоғары және төменгі ерінде орналаса отырып, осы еріннің терісін, бұлшықетті қабатын және шырышты қабатын қанмен қамтамасыз етеді. Ал бізде осы жоғарғы ерін артериясы, яғни артерия labialis superior бізде осы мұрынның қылтасына барып, осы мұрынның қылтасын, яғни септум назиді қанмен қамтамасыз ету үшін рамус септум нази деген тармақты беретін болып табылады. Келесі тармағы иек асты тармағы, артерия submentalis. Бұл бізде осы иек аймағында орналаса отырып, иектің терісін, оның бұлшықетін және төменгі ерні қанмен қамтамасыз ететін болып табылады. Келесі таңдайдың өрлеме артериясы, артерия palatina ascendens. Таңдайдың өрлеме артериясы осы бет артериясын шыққаннан кейін жоғары көтеріле отырып, екі бұлшықетті қанмен қамтамасыз етеді. Біз тіл асты және біз жұтқыншақ, яғни стилохедус және стилофарингеус деген екі бұлшықетті қанмен қамтамасыз етеді және осы тармақтың, яғни артерия palatina ascendens'тің ұсақ тармақтары осы жұтқыншақта орналасқан есту түтігін және осы миндалинаны және оның шырышты қабатын қанмен қамтамасыз ететін болып табылады. Сонымен қатар осы артерия palatina ascendens бізде артерия фарингеи ascendens пен анастомоз түсетін болып табылады. Келесі тармағы бадамша артериясы, артерия танзилярис. Артерия танзилярис бізде жоғары бағытта көтеріле отырып, жоғары бағытта осы жұтқыншақтың жоғарғы констрикторы, яғни жұтқыншақтың жоғарғы қысқыш бұлшықетіне дейін көтеріле отырып, сол жерде өзінің көптеген тармақтарын осы бадамша безге беретін болып табылады. Келесі тармағы бездік тармағы, яғни артерия гландулярис. Ол бізде қатты үлкен емес, яғни ұсақ шашырап орналасқан тармақтар болып табылады. Ол бізде осы жағасты безін қанмен қамтамасыз етуге қатысатын болып табылады. Келесі бізде соңғы тармақ бұрыштық артерия, яғни артерия ангулярис. Артерия ангулярис бізде осы мұрынның бүйірлік бетін өрлей отырып, бізде көздің бұрышына дейін жоғары өрлеп барады және осы жерде ол осы мұрынның қанатына және мұрынның арқасына тармағын беретін болып табылады. Яғни осы жерде қанмен қамтамасыз етеді. Және осы көздің бұрышына барған кезде
ол осы жоғарыдан келетін міне көздік артерияның дорзалис нази дейтін тармағымен қосыла отырып осы жерде анастомоз түзетін болып табылады.